Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода университетті өртеді деген жала жабылып, 35 жасында ату жазасына кесілген қазақ қызы Шахзада Шонанова туралы айтатын боламын. Сталиндік репрессия жылдарында алаш қайраткерлерімен бірге атылған қазақтың қайсар қызы Шахзада Шонанова атылған қазақтың 3 қызының бірі. НКВД жендеттерін Шахзаданы шыққан тегі шошытты. Сондықтан айуандықпен әбден азаптап болғасын атып тастады. Сонымен Шахзада Шонанова кім? Шахзада Арон қызы Шонанова Қаратаева 1903 жылы Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданында дүниеге келген. Әкесі Арон Қаратаев алаш қайраткері, Ресей Думасына депутат болып сайланған Бақытжан Қаратаевтың інісі. Шахзаданың өзі Шыңғысханның тікелей ұрпағы еді. Шахзаданың тегі былай: Шыңғысхан, Жошы хан, Тоқай Темір, Өз Темір, Өз Темір қожа Бадақұл оғлан, Орысхан Құйыршық хан, Барақ хан, Жәнібек хан, Өсік сұлтан, Қаратай сұлтан, Бисәлі, Дәулетжан, Арон, Шахзада. Шахзаданың анасының да тегі мықты. Бөкей ордасының ханы, Жәңгірдің немересі Құсни Жамал Нұралы ханына. Қазақтан шыққан тұңғыш жоғары білімді мұғалима 1894 жылы Бөкей ордасында қазақ қыздарына арналған алғашқы мектеп ашты. Бұл мектепті Алма Оразбаева, Разия Мендішева, Амина Маметова Мәншүктің анасы бітірді. 1917 жылы большевиктер билік басына келгенде Шахзада 14 жаста еді. 1920 жылы Ташкент қаласында Орта Азия университетінің медицина факультетіне оқуға түседі. Алайда тегі хан тұқымы болғасын оқудан шығарып жібереді. Сауатты болғасын Орал губерниясы атқару комитетінде іс жүргізуші болып қызметке тұрады. Осы Орал губкомында партия қызметкері болып істейтін жоғары білімді заңгер Ыдырыс Мұстамбаевқа 1922 жылы тұрмысқа шығады. Сол кезде партия мен кеңес қызметінде жүргендер арасынан тап жауларын анықтау жүргенде Ыдырыстың әйелі хан тұқымы екені белгілі болып, партиялық сөгіс беріп қызметінің Орынбор қаласына ауыстырады. Амалсыз 1928 жылы ажырасып кетеді. Қарап отырсаңыздар, Сталиндік репрессиядан бұрын 20 жылдардың өзінде Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев, Ахмет Байтұрсынов, Жүсіпбек Аймауытовтармен қатар алғашқы қудалауға ұшыраған Шахзада амалсыз сол кездегі астанамыз Қызылорда қаласына келеді. Қызылорда халық ағарту комиссариатында жай қызмет істеп жүргенде белгілі алаш қайраткері Орынбор қаласындағы мұғалімдер институтын бітірген белгілі ғалым Телжан Шонановпен танысып, ғашық болып 10 жас айырмашылығына қарамай тұрмысқа шығады. Не деген жүректілік! Ол кезде алаш қайраткерлері қудалауға ұшырап жатқанда Шахзада оған тұрмысқа шығады. Қанша қысым көрсе де тегінен бас тартпайды және әкесі өлгесін анасы Құсни Жамалды қолына алады. Алматыға көшіп келгесін осындағы мед институтқа оқуға түседі. Осы кезде НКВД-ның қырағы қырғилары тағы да Шахзада Шонановаға күйеуінің фамилиясына өтіп алғансын, бізді ұмытып кетті деп ойлап жүрсің бе? Тағы да тегінен бас тарт дегенде бас тартпағасын мед институттан шығарып жіберіп, сол кезде Байкал өңірінде сүзік эпидемиясы бұрқ еткен Спасск қаласына жібереді. Сол жақтан тірі келмейді деп ойласа керек. Бірақ Шахзада эпидемиямен күресте жанкесті жұмыс атқаруға белсене араласып, өзі де аман қалады. Індет басылған соң Спасск қала әкімшілігі Шонановаға жақсы мінездеме жазып, мед институтқа тапсыр дейді. Басқаша жағдайда мед институт студенттің оқуға қабылдар еді. Халық жауының қызы болғасын, олар үркіп қабылдамай қойды. Ол кезде халық ағарту наркомы Темірбек Жүргенов Шахзадаға мектепке дейінгі және негізгі мектеп оқулықтарын шығаратын бөлімді сеніп тапсырады. Шахзада мектеп оқулықтарын шығаруды қолға алып, қыруар жұмыс істейді. Қазақ мектептерінің санын қысқарудан аман алып қалайды. Алайда қыр соңынан қалмай жүрген НКВД тағы да араласып, жаудың қызы ретінде Шахзаданы жұмыстан шығартып жіберіп, еш шеруге жұмысқа алынбасын деген нұсқау береді. Тіпті мектепке мұғалім болып та жұмысқа алмайды. Осы кезде күйеуі Телжанмен ақылдасып, түбі диплом керек болып қалар деп, Қазғудың биология факультетінде 3-ші рет оқуға түседі.
Алайда көп ұзамай большевиктердің тап жауларына қарсы күресті күшейту туралы қаулысы шыққасын тағы да оқудан автоматты түрде шығып қалады. Қанын сорғалатып 1937 жылда келеді. Қазғудың ғимаратындағы өрт болған кезде оны ұйымдастырған деп нарком Жүргенов бастаған қазақ зиялы қауымы тұтқындалды. Ішінде белгілі ғалымдар Құдайберген Жұбанов пен Телжан Шонанов та болды. 1937 жылы Телжан Шонанов тұтқындалған соң, артынша Алматыдағы Красин көшесі номер 51-ші үйдегі НКВД-дің қара тұзғын атанып кеткен жеңіл МК машинасы келіп Шахзаданы тұтқындап алып кетті. Тергеу сол күні басталды. Жүргенов астыртын диверсиялық топты басқарды. Соның тапсырмасымен Қазғудың ғимараты өртелгенін растаймын деп, қол қой деп сол кезден бастап қыспаққа алды. Қорқытудан еш нәрсе шығара алмаған соң, адам жаны түршігерлік азаптау басталды. Оның барлығы мойымай көтерді. Бірде Жүргенов пен Шонанованы беттестірді. Сол кезде Шахзадан азаптаудан сау тамтығы қалмаған бетін көріп, Темірбекті ұрып соғудан құлағанын, дабыл пердесі жарылып кеткендіктен жан ұшыра айқайлап: "Айналайын қарындасым Шахзада, мен бұл жерден енді шыға алмаймын. Бар кінәні маған аудар. Айтқандарына қол қоя бер. Рұқсат бердім. Сен әлі жассың, аман қалуға тиіссің" дегенде Шахзада: "Аға, ол не дегеніңіз? Мен сізге қалай жала жабамын" дейді. Оны Темірбек естіді ме, ол жағы белгісіз. 1937 жылдың ақпанында Жүргенов, Жұбанов, Шонанов тағы басқа атқан соң, артынша жалған құжатқа қол қойдыра алмаған Шахзада Шонанованы 9 наурызда атып тастайды. Кейін үкімді орындаған соң, олардың денесін 30 жылдары аштықтан қаңырап қалған ауыл шетіндегі шұңқырға апарып көметіні анықталды. Куәгерлердің айтуынша, сол күні атылғандардың мүрделерін шұңқырға тастап жатқанда біреу қаша жөнелген. Оны солдаттан біреуі атып тастайды да шұңқырға сүйреп әкеліп тастағанда ол әйел адам еді. Сол күні атылған жалғыз әйел Шахзада Шонанова еді. Содан кейін атылғандарды машинаға тиер кезде сіңірлерін қиып тастайтын болды деп бұрынғы жендет сөзін аяқтаған көрінеді. Осылайша қазақтың текті әрі қайсар қызы 34 жасында атылып кетті. Телжан мен Шахзада ұсталып кеткен соң, бірге тұратын анасы Құсни Жамал Нұрал ханына далада қалды. Себебі халық жаулары тұтқындалған соң, отбасы мүшелері үйінен күштеп шығарылатын. Кезінде Астрахан губернаторымен айтысып жүріп, қазақ қыздары үшін алғашқы мектеп ашқан, қазақ газетін шығару үшін қаржыландырған Жәңгірхан немересі Құсни Жамал қайыршы болып жүріп, 1945 жылы Алматы көшелерінде аштықтан құлап қайтыс болып кетті. Бірге туған туыстары болды, бірақ көмектессе өздері де халық жауы атанып, ит жеккенге айдалып кететін білгендіктен көмектесе алмады. Заман солай болды ғой.